Сәлем оқырман, мен осындай 10 минутта балама сумка тігіп беретін боламын. Әуелі каналға жазылып, подписка бөліп, подписаться етіп алыңыздар. Мен осындай сумка тіккен болатынмын. Енді екінші ұлыма да осы сумканы тігіп беру қажет болды. Менде осындай детальдар болды. ХБ матасы, джинсы матасы. Осылардың барлығы менде остатіктер болатын. Осы остатіктерден тігейін деп тұрмын. Енді гобелен матасы. Осы 3 матаны үйлестіріп мен бір сумканы тігіп шығамын. Маған қосымша осындай детальдар қажет болады. Бұл жаңағы белдікке арналған. Одан кейін мынандай 30 сантиметрлік замок, сосын мынандай лента қажет болады. Бұл 100 сантиметр болады. Одан кейін маған лекала дайындап алдым. Енді осы лекаламен жаңағы қалдық маталардан сәйкестендіріп келетінін алып, таңдап осыны пішіп дайындап шығатын боламын. Енді мен осындай матадан астарын пішіп алатын боламын. Менде осындай қалдық маталар қалған, кусок-кусок. Осындайдан келгенше қырқып алдым. Менде бір бөлік дублирин қажет болады. Оны мына джинсы матасын қалыңдату үшін, көлем беріп тұру үшін дублирин матасын да қырқып алып жабыстыратын боламыз. Дәл осындай етіп қырқып алдық, және осындай 4 негізгі бөліктері бар. Осы бөліктерге де дублирин матасын жабыстыратын боламыз. Бұл мата, бұл бөліктер екі жанында тұрады. Осы барлығын дублириндеп жабыстырып, содан кейін шеттеріндегі артылғандарын қырқып тастап тігуге дайындаймын. Негізгі бөлікке замокты тігіп алу қажет. Ол үшін бірінші негізгі бөлікке замокты айналдырып ине қадап алатын боламыз. Форма бойынша дұрыс келу үшін замогымызды қашыменен осылай қидалап аламыз, кесіп аламыз. Содан кейін жақсылап қондырып, осылай инемен қадап шығамыз. Одан кейін астар бөлікті де бірге қосып қадап аламыз. Екі жұмыс қылмау үшін бірден екеуін қосып тігу қажет болады. Тігіп болғасын осылай қайшыменен қырқып аламыз. Ол оң жақ бетке аударғанда осылай жақсылап жату үшін. Енді алдыңғы бойды да дәл солай етіп замокке қойып, астарымен бірге қосып тігіп алатын боламыз. Дайын болған бөліктерді осылай жақсылап жатқызып, 1 мм немесе 0,5 етіп тігіп алсаңыздар болады. Сол кезде замок жақсы жататын болады. Тігіп болғаннан кейін енді оң жақ бетпенен астыңғы бөлікті қосып тігіп алатын боламыз. Оң жақ беттерді бір-бірімен беттестіріп осылай инемен қадап аламыз.
төменгі жағы үлкендеу, бұл көлем беру үшін әдейі осылай пішілген болатын. Оны 1,5 сантиметр немесе 1 сантиметр етіп астан қарай осылай қайырып, екі жақтан иінемен қадап алатын боламыз. Осылай дәл осындай етіп ішке қарай қайырып, осылай қадап алып, тігіп шығасыздар айналдырып. Енді астыңғы жағында тура осындай етіп қадап аламыз. Және тіккен кезде ортаңғы жағынан тесік қалдыратын боламыз. Ол оң жаққа қарай айналдыру үшін қажет болады. Дайын болғаннан кейін осылай оңға қаратып алып, осы тесікті тігіп тастайтын боламыз. Содан кейін енді екі жағына жаңағы лентаны, бауын қосып тігетін боламыз. Дайындап қойған 4 бөлікті осылай 1 сантиметр етіп бұрыштап бұны қырқып алатын боламыз. Енді осы бөліктерді бір-біріне қосып 1 сантиметр етіп тігіп шығатын боламыз. Енді осы бөліктерді мен бағанағы лентаны екеуін бөліп осылай кигізіп тігетін боламын. Бұл лентаны мен 100 сантиметрді 20-да 80 етіп бөліп алдым. Және осыған кигізіп біз тігіп шығатын боламыз. Тігіп шыққаннан кейін оң айналдырып осылай жөндеп, осы шетіне кигізу үшін мен 1 сантиметр етіп ішке қарай қайырып өтектеп алсаңыздар болады, немесе иінемен қадап алсаңыздар болады. Осылай кигізіп біз алып, айналдырып тігіп шығатын боламыз екі жағында. Дайын болған сумкаға енді мына детальдарын қондыратын боламын. Бұл сумканың қысқартып немесе ұзарту үшін қажет болады.
поясная сумканың осы мен жасаған лекаласын төменде қалдырып кететін боламын. Сол бойынша алып жасап көріңіздер.